Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен ұйғыр халқының тағамдарының бірі момосяй дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жылы суымызды, бір жұмыртқамызды және де 20% қаймағымызды 2 ас қасы салып алатын боламыз. Немесе жылы сүт қолдансаңыздар да болады. Содан кейін 1 шай қасықта тұз, 1 шай қасықта құмшекер салып, 1 ас қасықта сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дрожжымызды саламыз 1 ас қасықта. Араластырып, ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Каналыма жаңадан қосылған көрермендер болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, жоғалтып алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, бірінші болып шыққан видеомды көре аласыздар. Енді қамырымызды илеп болғаннан кейін ертілген сары майымызды 2 ас қасық құйып, жақсылап араластырып, бөлме температурасына 1 сағатқа орап қалдыратын боламыз. 1 сағаттың ішінде қажетті заттарымызды турап аламыз салмасына. Етімізді, картошкамызды, пиязымызды, сарымсақты және де қызыл болгар бұрышымызды турап аламыз. Енді майымыз қызғаннан кейін етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қалауларыңызға байланысты қандай ет қолдансаңыздар да. Мен сиыр етін қолдандым. Жақсылап араластырып аламыз. Енді пиязымызды салып, сары түске енгенше қуырып алатын боламыз. Енді болгар бұрышымызды, сарымсақты, 1 ас қасықта соя соусын қосып, жақсылап араластырамыз. Енді картошкамызды салып, жақсылап араластырып, аздап су құятын боламыз. Астын бәсеңдетіп қойып, қайнағаннан кейін қақпағын жауып қоямыз. Қырық 45 минутта піседі. Енді көтерілген қамырымызды ұн сеуіп осылай жайып алатын боламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Кейін оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Бауырсақты жайғандай жаямыз қалыңдықта. Жайып болғаннан кейін домалақ заттың көмегімен, бокал ма, сондай заттың көмегімен осылай домалақ етіп бөліп аламыз. Енді үстіні майлап, сұйық маймен суымызды газға қойып қоямыз, қайнай бергенше. Енді листімізге видеодағыдай етіп, теріп орналастырып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, суымыз қайнағаннан кейін 30 минут ішінде пісіп шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай дайын, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін алдын ала рахмет. Егер рецептерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен отбасыма қатты ұнады, өзіме де ұнады. Менің ас мәзіріме тағы бір тағам қосылды.